Әлі есімде біледі жұрт біледі, ел басына қатер төнген жыл еді, қимастарын қан майданға ұзатып, қарс айырылған аналардың жүрегі. Біз соғысты көрген жоқпыз, алайда тарих қойнауына кеткен сол зұлмат жылдар жайды ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып, халыққа қан төгіп қызмет еткен, отан алдындағы борышын адал өткерген майдангерлеріміздің, тыл ардагерлерінің естеліктерінен қанықпыз. Анасы бауыр еті баласынан, отбасы тірегімен сүйеніш болған азаматынан айырылған, жас аруды жесір, жас баланы жетім етіп, даланы қанға бөктірген соғыс, фашистік Германияның, оның басында тұрған гитлершілердің қанқұйлы әрекетінің жемісі екеніне тарихтан қанықпыз. Адамзат тарихында аса ірі қан төгіс шайқастардың бірі Ұлы Отан соғысы. Бұл соғыс екінші дүниежүзілік соғыстағы фашистік Германияның КСРО-ға жасаған шабуылынан басталды. Фашистік Германия 1940 жылы 18 желтоқсанда жасаған Барбаросса соғыс жоспары бойынша соғысты 1941 жылы аяқтау көзделді. Ал үлкен Түркістан отары картасы бойынша көптеген басқа мемлекеттермен қатар Қазақстан да Германияның отарына айналуына тиісті болды. Ел басына күн туған осындай сын сағатта қазақстандықтар да ортақ отанды қорғау үшін қолдарына қару алды. Олар соғыстың алғашқы күндерінен бастап жан алысып, жан беріскен барлық майдандарда жан аямай шайқасты. Отанымыздың жүрегі сыралған Мәскеу қаласын қорғауда қазақстандық жауынгерлер асқан ерліктің өнегесін көрсетті. Мәскеу үшін шайқас 1941 жылдың 31 қыркүйегінен 1941 жылдың 6 желтоқсанына дейін созылды. Екінші дүниежүзілік соғыс тарихында Мәскеу қаласын жау шабуылынан қорғау ең ауыр және жан қиярлық оқиға болды. Бұл шайқасқа екі жақтан 7 миллион әскер, 6500 танк, 3000-нан аса ұшақ қатысқан. Фашистердің қаланы бірнеше аптада басып аламыз деген жоспары жүзеге аспады. Мәскеу түбіндегі кескілескен ұрыста Қазақстанда жасақталған Панфилов басшылық еткен 316-шы атқыштар дивизиясы ерен ерліктің үлгісін көрсетті. Ерлік көрсеткен қазақстандықтар дивизия комиссары Рыков, танк әскерінің генерал-майоры Семенченко, ұшқыш Бейсекбаев, атыраулық батыр Владимирский, ротаның саяси жетекшісі Клочков, Вехерев, аға лейтенант Карпов, батальон қолбасшысы аға лейтенант Бауыржан Момышұлы, Кеңес одағының батырлары Төлекен Тоқтаров, Мәлік Абдуллин, автоматшы Амангелдиевтардың ерліктерін халық мәңгі есте сақтайды. Ұлы Отан соғысында аса ірі болған шайқастардың бірі Ленинград үшін болған шайқас 1941 жылы 8 қыркүйекте басталды. 900 күнге созылған қанды қырғында неміс басқыншыларына қарсы соғысқан кеңес әскерлері көзсіз ерлік көрсетті. Ленинградты жаудан азат етудегі бұл шайқасқа қазақстандық әскери құрамалардың 3/1 бөлігі қатысып, отан үшін от кешті. Әсіресе 310 атқыштар дивизиясы мен 314 дивизия Ленинград облысының 22 елді мекенін жаудан тазартуға атсалысты. Өліспей беріспеуге серт еткен сұрапыл соғыста қазақ жауынгерлері Сұлтан Баймағамбетов кеудесін оққа төсеп қайсарлықпен қаза тапты. Батырлықтың өнегесін көрсеткен Сұлтан Баймағамбетовке Кеңес одағының батыры атағы берілді. Тарихи деректерге сүйенсек, Киров крейсерінде 156 қазақстандық болған. Қазақстаннан барған әскерлердің 30%-нан астамы осы шайқасқа қатысты. Рота командирі Қойбағаров өз бөлімшесімен неміс окоптарына басып кіріп, жеңіске үлкен үлестерін қосты. Сондай-ақ Шыныбеков, Жылқышев, Зубков тағы басқа көптеген қазақстандықтар ерекше ерліктерімен көзге түсті. Осы бір аласапыран күндерде халық ақыны Жамбыл Жабаев Ленинградтық өренің жырын жазып, ержүрек жауынгерлерге дем берді. Ақын жыры ерліктің әнұранына айналды. 1943 жылы 23 қаңтарда Ленинград қоршауы бұзылды. Қала толығымен 1944 жылы 27 қаңтарда жаудан азат етілді. 1942 жылы 17 шілдеде 200 тәулікке созылған Сталинград шайқасы басталды. Осынау қанды майдан 100 шақырым аумақты қамтыды.
Ол өзінің ұзақтығы, қан төккен жауынгерлердің ерлігі мен әскери техника саны бойынша тарихтағы ұлы шайқастардың бәрінен асып түсті. Сталинград операциясына Қазақстаннан 5 атқыштар, 1 атты әскери дивизиясы, 1 танк атқыштар дивизиясы, 1 минометтік полк қатысты. Осы майданда көрсеткен табандылығы мен қаһармандығы үшін Әбдіров, Сыпатаев сияқты қазақ жауынгерлері батыр атағын алды. Сталинград түбінде ұрыс өте ауыр болды. Себебі бүкіл соғыстың тағдыры осы жерде шешілетіні белгілі еді. Сондықтан екі жақта аянып қалған жоқ. 1943 жылы 13 қаңтарда Рокоссовскийдің қолбасшылығымен кеңес әскерлері Қорғаныстан шабуылға көшті. Ал 1943 жылы ақпанда генерал Паулюс қалған ұтқан әскермен тұтқынға алынды. Жау өлгені, жарланғаны, тұтқынға алынғаны, хабарсыз кеткені бар 1,5 миллиондай жауынгерлерінен, ал Қызыл армия 1,130,000-ға жуық адамнан айырылды. Сталинград шайқасы екінші дүниежүзілік соғысқа үлкен бетбұрыс жасады. Германия сыбайластары Италия, Венгрия соғыстан шығу жолдарын ойластыра бастады. Түркия бейтараптығын сақтап қалды, ал Жапония КСР-ға шабуыл жасауды кейінге шегерді. Анти-гитлерлік одақтың құрамы өсті. Біз үшін де Сталинград шайқасының маңызы өте зор. Өйткені ол елімізге ең жақын орналасқан майдан шебі болатын. Дәл осы шайқас кезінде Қазақстанда соғыс жағдайы енгізілген еді. Сталинград шайқасында гитлерлік Германияның жеңілісі айқындалды. Қазақстанның мыңдаған өкілдері Украина, Белоруссия, Балтық республикалары Молдованы азат етуге 1946 жылы 16 сәуірде басталған Берлин операциясына қатысып, офицер Қошқарбаев досы Болатовпен бірге Рейхстагқа алғашқылардың бірі болып жеңіс туын тікті. 1945 жылы 8 мамырда фашистік Германияның тізе бүккендігі туралы шартқа қол қойылды. 1945 жылы 9 мамырда Отан соғысы жеңіспен аяқталды. Бұл жеңіссіз жер бетінде бейбітшілік пен бостандық болмас еді. Бұл жеңіссіз Қазақстан тәуелсіз ел болмас еді. Жыр етіп халықтың ерлігін, жеңісті тойлайды ел бүгін дей келе, жауынгер ағарпақтың сұрапыл соғыс жылдарындағы қаһармандық пен ерлікке толы жолы бүгінгі өмірдің кепілі, болашағымыздың жарқын жалғасы іспеттес. Қазығы ұрпақ алдыңғы толқын ағалардың ерлік тарихын ешқашанда ұмытпайды.